Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жұп-жұмсақ болып шығатын балды торт рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жандағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Жасалу жолы өте оңай, өте жылдам, дәмді болып шығады. Құрамына керекті заттарды төменге видеоның астына жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант және сары майымыз салып ертеміз. Газдың астын өте баяу отқа қойып, жақсылап ертеміз. Одан кейін табиғи сапасы жоғарғы балды қосып, араластырып ертеміз. Сапалы балды қосқандарыңыз өте дұрыс болады. Сонда тортыңыз дәмді, ерекше болып шығады. Осылайынан бірнеше минут араластырып болған соң, үстіне соданы саламыз. Соданы салған соң, ол реакцияға түсіп, карамельді түске ауысатын болады. Бірнеше минут күйінде осылайынан қасынан кетпей араластырып тұрамыз. Осылайынан араластырып болған соң, карамельді түске ауысқаннан кейін өшіріп, 10 минут аралығында суытамыз. Суығаннан кейін барып, ұнды салып, қамырымызды лопатканың көмегімен илейміз. Лопатканың көмегімен жақсылап алып илейміз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді осыны салфанмен пакетке салып, мұздатқышқа 20 минутқа қоямыз. 20 минуттан кейін алып, осы қамырымызды бірнеше бөліктерге, бірдей бөліктерге бөлеміз. Бірдей бөліктерге бөліп болған соң, домалақтап, осы қамырларымызды жаямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште жоқалап жайып, ұнның көмегімен аунатып отырып жайып, 3 минут аралығында қамырымызды пісіріп аламыз. Жоқалап жайып болған соң, осындай кондитерский кольцомен кесіп алып, одан кейін қамырымызды шанышқының көмегімен тесіп пісіріп аламыз. Менде 7 осындай не шықты. Енді осы 7-еуін алып, арасына крем дайындайтын боламыз. Жирный сливкиді алып, оның үстіне қант ұнтағын сеуіп, жақсылап қойланғанша миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң, қойланғанша миксерлеп, одан кейін торттарымызды жинайтын боламыз. Крошкаларын блендерлеп алып, торттарымызды енді жинаймыз. Кремді астына жағып, торттарымызды осындай кольцоның көмегімен жайып ұстап отырып жинаймыз. Кремді жағып болған соң, үстіне крошкаларын сеуіп, тоңазытқышта 1 сағатқа сіңдіруге қоямыз. 1 сағаттан кейін алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Біздің тортымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.